Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымыз 3-ші сыныптың 90-шы сабағы, яғни құрылымы күрделі теңдеулерге байланысты есептер шығарамыз. Бүгінгі сабақта құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп, және оның көмегімен есептер шығарамыз. Бірінші есепте өзара байланысты 3 санды тап және жазушы туралы мәліметтерге қанық боламыз. Бірінші 63 деген қандай сандармен байланысты, соны табайық. 63 деген ол 9 бен 7-нің көбейтіндісіне тең. 9 көбейту 7 тең 63. Енді осы сандармен байланысты сөздерді жинастырайық. Бердібек Соқпақбаев, повест жазған екен. Міне осы менің атым Қожа атты повесті жазған екен. Келесі 30 шығу үшін 5 пен 6-ны көбейтеміз. Келесі 5 көбейту 6 тең 30-ға. Ағайынды Гриммдер. Ағайынды Гриммдер. Гриммдер не жазған екен? Ертегі жазған. Міне мына ертегіні жазған. Ертегі жазған екен. Келесі соңғы қалған бізде. Соңғы қалған 32. 32 ол 4 пен 8-дің көбейтіндісіне тең. Жазамыз. 4 көбейту 8 тең 32. 32 ол Крылов. Крылов бізде мысалдар жазған. А. Крылов. Крылов ол бізде әр түрлі мысалдар жазған. Мысал. Келесі екінші есеп. Екінші есептегі теңдеулерді шығарайық. X бөлу 75-ті 5-ке бөлсем 15 шығады. Тең 60 болады. X тең 60-қа 15-ті көбейтемін. X тең 60-ты 15-ке көбейтсек, 15-ті 6-ға көбейтсем 90, артына 1 0 тіркемін, 900 шығады. Енді 900-ді X-ті орнына қойып көрейін. 900 бөлу 15 тең 60 болады. 60 тең 60-ға. Келесі есеп. 15-ті 3-ке көбейтсек 45 болады. 45 бөлу X тең 9-ға. X тең 45 бөлу 9. X тең 5 шығады. Орнына қойып тексеріп көрейік. 45 бөлінген 5 тең 9. 9 тең 9-ға. Келесі үшінші есеп. К қосу 120-ны 4-ке бөлсем 30 шығады. Тең 500-ге. К тең 500 қосу теңдіктің келесі бетіне азайту болып өтеді. К тең 500-ден 30-ды азайтсам 470 шығады. К тең, К-ның орнына енді табылған санды қоятын болсам, 470
қосу 30 тең 500 болады. 500 тең 500 болады. Келесі есеп. Кесте бойынша өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Бірінші құрылған өрнек бойынша бірінші қосылғыш 301-ге 2-ні қосып, көбейтіп, оған 230-ды қосамыз. Есептейік мәнін. 301-ді 2-ге көбейтсек, 602 шығады. 602 қосу 230 тең. Бір-біріне қосайық. 2 шығады. 3-ке 0-ды қоссақ 3 шығады. 6-ға 2-ні қоссақ 8 шығады. 832 шықты. 35-ті 0-ге көбейтіп, оған қосамын 404-ті 4-ге бөлгендегі санға. Кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 шығады. Қосу 404-ті 4-ге бөлсек 101 шығады. Кез келген санға 0-ды қоссам, сол санның өзі шығады. Сонда 101 шықты. Келесі 960-ға қосамын 560 пен 80-нің бөліндісін. 960 қосу 560-ты 8-ге бөлсек, 0 мен 0 қысқарып кетеді. 56-ны 8-ге бөлсек, 7 шығады. 960-ға 7-ні қоссам, 967 шығады. Келесі 4-ші есеп. 75 пен 1-ді бөл, және 75-тен 3-ді бөліп, содан кейін 3-ші амал бір-біріне қос дейді. Тең. Кез келген санды 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады. Қосу 75-ті 3-ге бөлсек, 25 болады. 75-ке 25-ті қоссам, 100 шығады. Келесі. Азайтуға байланысты енді екінші пунктінің есебін шығарайық. 740 азайту 78 бөлінген 39. 740 азайту 78-ді 39-ға бөлсем 2 шығады. 740-тан 2-ні азайтсақ, 738 болады. Арғарай 2 мен 402-ні көбейтсек, 804 болады. Азайтамын 201-ді. Тең. 4-тен 1 азайтамыз 3 болады. 0-ден 0 азайтамыз 0 болады. 8-ден 2-ні азайтсақ 6 болады. Мәні 603-ке тең болды. Арғарай 900-ді 3-ке бөлсем 300 шығады. Азайту 5-ті 11-ге көбейтсем 55 шығады. 300-ден 55 азайтсақ, 300 азайту 55. 10-нан 1 азайтам. 10-нан 5 азайтам. Қалады 5. Мұнда 30 ет, бір қарыз алып кеттік, 29 болды. 29-дан 5 азайтсақ, 24 шығады. Сонда мына жерде 245 шықты. Келесі есеп 23-ті 1-ге көбейтем, 23 болады. Азайту 98-ге бөлсем 1 шығады. 23-тен 1 азайтсақ 22 шығады. Орындарына жазып шығайын. 738 болды. 603 болды. 245 болды. 22 болды. Келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада теңдеулерді шеш. А бөлінген 15. А бөлінген 15-тің өзін жазамын. Арғарай, жақшаның ішінің орында балайық. Тең 54 бөлу 6-ны 3-ке көбейтсек 18 болады. А бөлу 15
тең 54-ті 18-ге бөлсек 3 шығады. А тең 3 көбейту 15 болады. А тең 45. Тексерейік. 45 бөлу 15 тең 54 бөлу 6 көбейту 3. Міне, мына жақтан 3 шықты. 54-ті 18-ге бөлсек, ол жақтан да 3 шығады. Келесі есеп. 55 көбейту x тең 820 азайту 710 дейміз. 55 x тең 820-дан 710-ды азайтайық. 0 болады. 2-ден 1 азайтам 1 болады. 8-ден 7 азайтам 1 болады. 110 шықты. X тең 110 бөлу 55. X тең 55 110-ның ішінде 2 рет кездеседі. Сонда мәні 2-ге тең болды. Орнына қойып тексеріп көрейік. 55 көбейту 2 қосу 710 тең 820. 55-ті 2-ге көбейтсек 110 болады. Оған 710-ды қоссақ 820 шығады. 820-да 820 болды. Келесі үшінші есеп. 300 азайту x тең 42-ні 2-ге көбейтсек 84 болады. Оған 50-ді қосамыз. 300 азайту x тең 84-ге 50-ді қоссақ 4, 8-ге 5 қоссам 13 болады. X тең 300-ден 134-ті азайтайық. X тең 300 134 азайтайық. 10-нан 4 азайтсақ 6 болады. 9-дан 3 азайтсақ 6 болады. 2-ден 1 азайтсақ 1 болады. 166 қалды. Орнына қояйық. 300 азайту 166 тең 42 көбейту 2 қосу 50. Есептеп көрейік. 300-ден 166 алсам 134 болады. Тең 42-ні 2-ге көбейтсек 84 болады. 84-ге 50-ді қоссақ 134 болады. Екі жағы бір-біріне тең болды. Демек шығарған теңдеуіміздің түбірі дұрыс деген сөз. Келесі есеп. Берілген көбейткіштердің квадраты немесе кубына ауыстырып өрнектің мәнін тап. Бірінші 7 көбейту 7 дегенді 7-нің квадраты деп жазуға болады. 7-нің квадраты бізде 49-ға тең. Келесі 8 көбейту 8, ол бізде 8-дің квадраты 7 деппін ғой. 8-дің квадратына тең. 8-дің квадраты ол 64-ге тең. Келесі 2 көбейту 2 көбейту 2, 2-нің кубына тең. 2-нің кубы 8-ге тең. Келесі 4 көбейту 4, ол 4-тің квадратына тең. 4-тің квадраты 16. Келесі
3 көбейту 3 көбейту 3. Ол 3-тің кубына тең. 3-тің кубы ол 27-ге тең. Неге? Себеп 3-3-ке көбейтсем 9, 9 3-ке көбейтсем 27 шығады. Келесі 9 көбейту 9, ол 9-дың квадраты деп жазам. Мәнін тапсақ, 9-дың квадраты 81-ге тең. Келесі есеп. Бөліндінің мәні мен қалдықты тап дейді. 59-ды 6-ға бөлсек, 9, қалдық 5 болады. Жазайық, 9 демізде, қалдық 5 деп жазамыз. Или болмаса 5 деп жазып кете берсек те болады, бірден. Келесі. 23-ті 4-ке бөлсек, 5-тен тиеді, қалдығы 3-ке тең болады. 47-ні 5-ке бөлсек, міне, 9-дан тиеді, қалдық 2-ге тең. 70-ті 9-ға бөлсек, 7-ден тиеді, себеп 9 жердегі 7 63, қалдығымыз 7 болады. 30-ді 4-ке бөлсек, 7-ден тиеді, 7 жердегі 4 28, оған 2-ні қоссақ, 30 шығады. Келесі, 5-ті 8-ге бөлсек, 0 болады, қалдық 5 болады. Себебі 0-ді 8-ге көбейтсек 0 болады, оған 5-ті қоссам 5 шығады. Келесі есеп. Теңдеу. Есепті теңдеудің көмегімен шығар. Кітаптың 60 беті бар, оқушы бірнеше бетін оқығаннан кейін оқылмаған 15 бет қалды. Оқушы X бетті оқыды дейік дейді. Ол 60 бетті оқыды. Әле 15 бет қалды. Оқушы кітаптың неше бетін оқығандығы бізде белгісіз болып тұр. Демек, барлығынан сол оқылған бетті апыстаймыз, және ол тең оқылмаған бетке деп жазамыз. Осы теңдеуді арғарай шығару керек. X тең 60-тан азайтамын 15-ті. X тең 45 болады. Орнына қойып көрейін. 60 азайту 45 тең 15 болады. 60-тан 45 азайтам 15 болады. Ол тең 15-ке. Шешуі деймін мына жерге. Шешуі. Оқушы 45 бетті оқыды деп жазып қояйық. Оқушы 45 бет оқыды. Келесі есеп. Оқу залында 17 оқушы бар. Тағы бірнеше оқушы келгеннен кейін барлығы 31 оқушы болды. Оқу залына неше бала келді? X оқу залына келген оқушылардың саны. Жалпы өзі 17 оқушы бар еді. Оған қосылып тағы да X оқушы қосылды. Сонда барлығы 31 оқушы болды. Енді оқу залына келген оқушыларды табуым керек. Ол үшін X тең 31-ден 17-ні азайтамын. X тең 31-ден 17-ні азайтсақ, 11-ден 7 азайтсақ 4 болады. 2-ден 1 азайтсақ 1 болады. 14 оқушы екен. Орнына қойып көрейік. 17 қосу 14 тең барлығы 31 оқушы болды. 31 тең болады 31-ге. Шешуі. Жауабы, то есть, жауабы. Жаңағында да шешуі деп кеттім мене. Жауабы оқу залына 17
оқу залына 14 оқушы келді. 14 оқушы келді. Мына жер шешу емес, жауабы дейін. Жауабы деп жазамыз балалар. Мен шешуі деп кетіппін. Келесі есеп. Келесі есеп тура теңдік шығу үшін қажетті жеріне арифметикалық амалдарды мен жақшаларды қой дейді. Бірінші бізде 17 шығу керек. Мына жерге қандай амалдарды қойсақ болады? Бірінші плюс қояйық. 5-ке 3-ті қосамыз 8 болады. Енді 8-ді жоқ, бірінші бізде көбейту амалы орындалады. Бірінші 3-ті 4-ке көбейтеміз, 12 болады. Одан 12-ге 5-ті қосамыз, 17 шығады. Келесі 8, 2, 7. Бізде тағы да 17 шығу керек. 8-ге 2-ні қосамын, 10 болады. Оған 7-ні қосам, 17 болады. Сонда екеуіне де плюс амалын қойдық. 24 шығу керек. 24 шығу үшін бірінші 20 мен 5-ті бөліп аламыз. 20 мен 5-ті бөлсек 4 шығады. Енді 4-ті 6-ға көбейтсем 24 шығады. Келесі 12, 3, 4. Бізде 11 шығу керек. Ол үшін менің ойымша 12 мен 3-ті қоссақ 15 шығады. 15-тен 4-ті азайтсам 11 шығады. Келесі есеп 18-ді 6-ға бөлейік. 3 шығады. Енді 3-ке 2-ні қоссам 5 шығады. 52 шығу керек. Ол үшін не істесек болады? 5, 8 және 4. Бірінші 52 дегенім ол бірінші қосып жіберейік. Мына жерде 5 пен 8-ді қоссақ қанша болады? 13. 13-ті 4-ке көбейтсек 52 шығады. Келесі 9 шығу керек. Ол үшін не істейміз? Бірінші 3 пен 7-ні көбейтіп алайық. 21 шығады. Және енді 30-дан 21-ді азайтсақ 9 шығады. Келесі есеп 14, 7 және 2. Мәні 4 шығу керек. Ол үшін 14-ті 7-ге бөлеміз. 2 шығады. 2-ні 2-ге қосамыз, 4 шығады. Соңғы амал 2 мен 9-ды бірінші 2 мен 9-ды бірінші қосып алайық. Және оны жақшаға алып қояйын. 2 мен 9-ды қоссам 11 болады. 11-ден 3-ті азайтсам 8 шығады. Міне сонымен оқушылар бүгінгі біздің 90-шы сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.